Сәлем баршаға. Кезекті обзорный видео түсіретін университетіміз бұл Алтынсарин университеті. Алтынсарин университеті Арқалық қаласында орналасқан Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық университет. Дәл осы университетте болашақтың ең мықты мұғалімдерін даярлайтын университет. Сонау 1972-тен бері тарихы бар университетте қазірге дейін 30 мыңнан аса түлектер түлеп шыққан. Яғни еліміздің түкпір-түкпірінде ең мықты ұстаздар негізгі білімді осы жерде алған. Ендеше біз осы университетте қандай мамандықтар бар? Шекті баллы қалай? Қандай грант түрлері бар? Қандай мамандықтар үшін лаборатория мүмкіндіктері бар? Шетелге түсу мүмкіндіктері, профессорлық оқытушылық құрам, барлығын сіздер үшін арнайы түсіретін боламыз. Ендеше осы видеоны соңына дейін көріп, осы жылғы мұғалім болам деген болашақ ұстаздарға, талапкерлерге жіберіп қойыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар, біз сіздерге барлығын толығырақ көрсетіп боламыз. Ендеше кеттік. Кез келген университеттің жүрегі айнасы бол студенттердің біріккен ұйымдары немесе үйірмелер деп айтайын. Дәл осы Алтынсарин университетінде студенттерге арналған қараңызшы, Алтынсарин Inspire Office, яғни студенттердің шабыттандыратын орталық. Өзара көп ұйымдар келіседі, біраз мәселені талқылайды. Ендеше кіріп көрейік екен. Не істеп жатыр студенттеріміз? Келіңіз. Дәл осы жерде біз қазір офисте байқағаныңыздай студенттер өзара үйірмелерді, болашақ жоспарларды талқылап жатыр. Бұл деген студенттің жан-жақты дамуына, жауапкершілік алуына, ертең күні үлкен жұмыс басқаруына тікелей әсер етеді. Ендеше біз Алтынсарин университетінің жастар сайыс орталығының басшысы Жанар ханыммен сұхбат алайық. Жанар ханым, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз. Жалпы осы Алтынсарин университетінде қанша студенттердің ұйымдары бар? Немен айналысады? Қысқаша ақпарат беріп кетсеңізге. Бізде негізі барлығы 14 бірлестік бар. Әрбір ұйым өзінің жеке міндеттері бар. Бізде көбінесе белсенді жайдарман ұйымымыз, Арман Драйв жайдарман үйірмесі, және де Ақиқат дебат клубы, Міржақып Дулатұлы атындағы әдеби-мәдени бірлестік, Reading Club ұйымы, Жұлдыз Songs ән ұйымы, Gigi Dolls бишілер үйірмесі. Яғни осының барлығы студенттер өз басқара ма? Әрбір ұйымның өзіндік жеке президенті, басшысы бар десек те болады. Олардың ең жоғарғысы Жасорда ұйымы деп аталады. Ол Жасорда ұйымы осы барлық ұйымдардың жұмысын қадағалап, бақылап отырады. Оның жетекшісі университеттің президенті қазіргі таңда Жазира Болатқызы. Ол 4-ші курстың студенті қазіргі таңда. Келесі жылы оның орнына басқа студентті таңдайтын боламыз. Әрбір ұйым осы коворкинг орталығын, біз шабыт орталығы деп айтпаймыз. Әрбір ұйым осы орталыққа расписание бойынша келіп отырады. Өздері осы жерде жеке жоспарларын талқылайды. Заманауи мұғалімдер заманауи технологияны қолдана білу керек. Сонда ғана озықтар қатарынан көрінеді. Бұл дәл қазір жасанды интеллект. Бұл дәл қазір осындай студияда өзінің сабақтарын арнайы түсіріп, көпшілікке ұсыну. Міне, Алтынсарин университетінде де дәл осылай тамаша студия болашақ мұғалімдер арналған. Яғни, осы жерде өзінің білімдерін паш етіп, тек қана арқалық емес, барлық Қазақстанға, барлық әлемге өзінің мүмкіндіктерін ұсынып жатыр. Алтынсарин университетінде заманауи лингафонды лаборатория. Дәл осы лаборатория өкінішке орай Алматы мен Астанада жоқ. Болса да ескі.
Иә, бұл жерде жаңартылған лабораторияда міне артында көріп отқан қаншама болашақ ағылшын тілі ұстаздары, мұғалімдері өздерін дамытып жатыр. Бәлкім болашақта IELTS-тар 8,5-9 болуға лайық мұғалімдер. Сізді балаңыз болашақта екі шет тіл маман таңдағысы келсе және мықты ұстаз боламын дейтін болса, осындай лабораторияда дамығысы келсе, ендеше Алтынсарин университетіне келсін. Гранттар небәрі 75-80 балдан басталады. Болашақ мықты математик мұғалімдер, ғалымдар енді қағаз түрінде емес, міне цифровой, яғни осы компьютер арқылы шешімдерді тауып жатыр.